Алматы қаласы Медеу аудандық Нұр Отан Халық Демократиялық партиясының комиссиясының төрағасының орынбасары Қасымов Қазақбай Таштемірұлы ағамыз келіп отыр. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, филармониямыздың директоры Дәлел Зейнешұлы Уашев мырза. Сөз Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының директоры Дәлел Зейнешұлы мырзаға. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, баршаңызды тәуелсіз еліміздің төлқұжаты Конституция күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Кез келген мемлекеттің елдің егемендігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат Конституция. Мемлекет пен қоғамның дамуындағы өзгерістер демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнығу талпыныстарының бәрі ата заң қағидалары негізінде жүзеге асырылып келеді. Ардақты отандастарым, Асқар Алатау бөктерінде орналасқан әрбір уыс топырағы киелі. Қадам жер қасиетті, сүйем жер сүйкімді. Тәуелсіздігіміздің алтын бесігі Алматы қаласының төрінде. Филармонияда бүгінде ата заңымыздың күніне қазақтың қасиетті жерінде ұлы даласында дәулетін жинап ұрпағын жайған 130-дан астам ұлт пен ұлыстардың бүгінде басын бірлікке топтастырып, бүгінгі өзара түсіністік пен құрмет сезімнің, жарастық пен келісімнің, ұлтаралық татулықтың тұрақтылығын, бүгінде демократиялық үрдістердің белең алуы, қазақстандық патриотизмнің қанат жайып әділеттің салтанат құруы, ширек ғасыр тарихы бар ел иесі, жер иесі, қазақ мемлекеті, тәуелсіз мемлекетіміз бүгінде өз моделін адамзатқа мұрат ретінде әлем жұртшылығының назарына ұсынуы. Ата заңымыз мерекесі құтты болсын, жасасын көк байрағымыз, ата заңымыз, жасасын Нұр Сұлтанымыз.
жылдығымызға арналған үлкен мерекелік жиынымызды осымен соңына жетті. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.